16 бас мал, 2 сиыр сатылған. Атырауда жоғалған отбасының малы ауылдан құжатсыз қалай шыққан? Атырауда із-түзсіз жоғалып кеткен отбасыға қатысты тағы бір ақпарат тарады. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Осы мәселені зерттеп жүрген журналист Жанат Молдашева әлеуметтік желідегі парақшасына Жангелдин ауылының әкімі Ғайса Мақсатұлының видеосын жүктеді. Журналист ауыл әкімінен жоғалып кеткен отбасының малы ауылдан қалай құжатсыз шыққанын сұрады. Иесі жоқ малды емін-еркін қалай айдап, не теп етті? Құжатсыз мал ауылдан қалай шықты? Иесі жоқ малға анықтама қағазы қалай берілді? Деп жазды Жанат Молдашева. Ауыл әкімінің айтуынша, жергілікті кәсіпкер 16 бас мал, 2 сиыр сатып алған. Ол жоғалған отбасының әкесінің шотына 1.400.000 теңгені аударып жіберген. Жангелдин ауылы әкімі Ғайса Мақсатұлы иесі жоқ малға анықтама қағазы қалай берілгенін айта алмай, бұған мал дәрігері, ветеринар мамандар жауапты деп құтылды. Еске сала кетейік, бұған дейін Атырау облысы Қызылқоға ауданына қарасты Жангелдин ауылында бір отбасының 4 бірдей мүшесі ізім ғайым жоғалып кеткен болатын. Құрметті көрермендер, бұл ақпаратты оқығанда ең алдымен түсініксіз сұрақтардың тым көп екені байқалады. Ауыл сияқты шағын жерде иесі жоқ малдың құжатсыз сатылып, басқа жаққа кетуі кез келген адамды ойландырады. Әкімнің нақты жауап бере алмауы жауапкершілікті ветеринар мамандарға асыра салуы да күмәнді әсер қалдырады. Бұндай жағдайда білмей қалдым деген сөз қоғамды тыныштандырмайды. Керісінше сенімге сызат түсіреді. Себебі мал тіркелетін, құжаты болатын дүние. Ал иесі жоқ кезде оның қозғалысы қатаң бақылауда болуы керек еді. Бұл жерде бастысы біреуді кінәлау емес, жүйедегі олқылықты ашық көрсету деп ойлаймын. Қарапайым ауыл тұрғындары да құжатсыз мал қалай өтті деген сұраққа жауап күтетін шығар. Тергеу осы жайтқа нақты, ашық баға беруі тиіс. Өйткені мұндай жағдайлар қайталанбауы үшін жауапты адамдардың жауапкершілігі анықталуы керек. Қазір эмоцияға берілмей, барлық дерек заң аясында тексеріліп, шындық толық ашылса ғана қоғамның көңілі орнына түседі. Бұл тек бір отбасының емес, бүкіл ауылдың, тіпті елдің сеніміне қатысты мәселе.